шағала емес мына не қандай құс екен? тілдің маңыздылығы жайлы бір шынайы бір өмірлік оқиға бар. Жыл жаңа 25 жылы шағала екен ол. Осы 25 жылы Рамазан айында болған жағдай. Не үшін ағылшын оқу керегін? Осы мысалмен ақ негізі көрсетіп беруге болады. Рамазан айында тарауықтан кейін мешітте бір адам отырды, күнде көріп жүрдім. Ол кісі бірақ жеке өзі отыратын еді. Жасы үлкен кісі екен, түрінен көрінеді. Ағы бар, жаңағыдай. Түрі енді азиаттық, жаңа Индонезия сияқты бір ел деп топшыладым басында. Кісіден біраз ұялғаным бар енді. Себебі үлкен кісі болды. Сырттай қарағанда ол кісі өте тұйық болып көрінді да. Барып сөйлесем, бір маған жаман көзбен қарайтындай болып солай сезілді. Барайын, сөйлесейін бұл кісімен. Не болса да сәлемдесіп айтайын дедім. Ыңғайлы уақыт, ыңғайлы бір мезет табуға тырыстым да. Бардым. Амандасып сөйлесіп, ассаламу алейкум, how are you? Сізді осы маңында көп көремін, ағылшынша. Сөйтсем, ол кісі малайзиялық екен. Малайзияның елшілікте жұмыс істейтін адам екен. Мен ешкіммен сөйлеспеймін дейді. Ағылшын тілінде білетін адамдармен сөйлесем дейді кейбір. Ағылшын тілін білмесе, былайша айтқанда ол кісімен ешкім сөйлесе алмайды. Бір күні жазады маған, айтқа кел бізге дейді. Бардық, жаңағы адамдармен сөйлестік. Басқа да таныстарым, бірге жұмыстастарым, яғни әріптестерін шақырған екен. Кәдімгі керемет кеш болды, керемет кездесу болды. Дәл сол мезетте ана кісіге жақындамасам, неге алу деген нәрсені жеңбесем, екінші мәселе ағылшын тілі болмағанда, білмегенде жаңағыдай кездесу болмас еді. Осындай құрметті достар, тіл үйреніңіздер, үлкен мүмкіндіктердің есігі. Көп нәрсенің бастамасы. Пайдасы болмаса зиян жоқ деп айтқым келеді, бірақ пайдасы міндетті түрде болады.